Баршаға сәлем. Бүгін әдеттегідей өте оңай рецепт. Сусыз, майсыз пісірілетін тағам. Қызық па? Онда кеттік. Қажетті заттарды алдын ала турап алдым. Мінекей картоп, сәбіз, кабачки, стручковый горох, пияз, чеснок. Және де ең басты ингредиент ол ет. Алдын ала турап, дәмдеуіштер, тұз қосып, араластырып қойдым. Енді цептер кастрөлімізді алып, астын жағып 2-3 минут күтеміз. Міне осындай эффект жемчужный пайда болғанда тамақ дайындай бастаймыз. Цептер ережесі бойынша ешқандай майсыз, сусыз етімізді кастрөлге салып, қақпағын жапқан күйінде 3 минут бір жағын пісіріп аламыз. Етіміздің екінші жағын аударамыз. Көріп тұрғандай стейк сияқты піседі және өзінің суы бөлініп жатыр. Үстіне енді көкөністердің барлығын салып шығамыз. Кабачкиімізді ең бетіне саламыз. Суы шығып, қалған ингредиенттерге сіңіп тұрады. Крышканы жауып, орта отта 15-18 минут пісіреміз. Сонымен қатар, цептер ережесі бойынша 10-15 минут қақпағын ашпай, тамақ өз бабына жеткенше күтеміз. Нәтижесінде өте құнарлы, дәмді, жеңіл, әр көкөністің өз дәмі сақталған тағам дайын. Астарыңыз дәмді болсын.